Селем алейкум, урметли сержилер. Бу UA TV студияда Украина хаберлері бүгін мартның 12-сі салы күні. Украинлер Бірлешкен Милләтләр Тәшкилатында. Бірлешкен Милләтләр Тәшкилаты Қадынлар статусы комитетінің чалышув автосында Нью-Йоркқа СССР Украинды нәжелерінің туфғанлары келді. Бұ ерде олар Украинадаки Русия тәжавызы ве яқынларының тағдиры қанда тариф етелер. СССР нәжелерінден бірісінің анасы Наталья Макряк отырышта чықыш япты ве оғлы сағлығы ве дегер мобюслерінің тағдиры қанда малюматнен пайлашты. 24 СССРден ежден ғайры да дегер мобюслерде бар. Вақтынже ешғал етілген топрақларда юзден зияды бізім аскерлеріміз и маячелеріміз мобюс олды. Мобюслер арасында енді 5 ел СССРде тұтылған эки арбей бар. Бұ менің семеддешлерім. Гландар ве Коренька. Оларның эки кечік балалары бар, бір қышчық бабасы СССРге түшкен сон доғылды. О енді 4 яшында. Бабасыны есе бір кереді көрмеді. Бабасы да қызыны не көрді, не де құшақлады. Халқара гуманитар ұқыққа көре Русия сыретілген 24 Украинден әждесіне құрума кефалет етмек керек. Бұқта Украинадаки Бірлешкен Милләтләр Тәшкилатының инсан ақлары назарет етув миссиясының башы Фиона Фрейзер білдірді. Оның сөзлеріне көре, бұ аскерлерге инсан жасыне давранмасы, оларны зорбалықтан ве қорқытмадан қорынмасы кереклігі манасына келе. Ве бұның еле кереклі тибби ярдым көстірілі воды. Бұ арада Русия Федераль телекөсізлік қызметі есе 11 СССР Украинден әждесіне психиатрик экспертизасындан кечуваны тайын етті. Бұқта адвокат Николай Полозов хабер етті. Оның сөзлеріне көре имае тарафы Женева шартнамесіне көре арби СССРлерге қаршы бөлі әрекетлер қолануы ясақ олғанында исрар етіп бөлі әрекетлерге қаршы еді. Ноябрьның 25-шінде Кереч боғазы янында Русия махсус қызметлері Одесса лиманандан Азахденазы бойы Мариуполь лиманына yol тұтқан Украинаның Бердянск ве Никополь катерлеріне ве яны қапу рейд буксеріне ұжым етіп, оларына запт етті. Нәтижеде 24 Украинден әждесі СССР олды. Олардан учу яраланды. Украинлер әссасы сыныр бозуында қабатланылды. Ешғал етілген Қырымдаки махкеме оларны тевқиф етті. Бұндан сон олар Москва шеріндегі тақиқат тевқиф ханелеріне авыштырылды. Бұ ерде оларның тевқиф мұдетті апрельның сонына қадар девам еттірілді. Епасы 24 Украинден әждесі озыны арби әсерлер деп илян етті. Мартның 31-інде Украина президенті сайлавлары вақтында низамны 134 бин қанун құройжы незарет етежек. Бұқта Украина ички ішлер назиры Арсен Аваков меркези сайлав комиссиясының брифингі вақтында білдірді. Бұның иле ичкі ішлер назерлігі рейберов бюллетенлерінің құровынен оғрашаджақ. Украина баш прокуроры Юрий Луценко есе сайлав эснасы вақтында бозовлар қанун тарафындан жазаланаджақ. Єдине, про що я хотів би ще раз підкреслено заявити. Мен канунсыз әрекетлердің қабыл етілмемесізлігі қында қытыралтмақ істейм. Сөз ялыңыз намзетлер ве тақым иштиракчилері ве тешвиға қында дегіл. Илк еввеля сайлавлар көні қында. Әршей құлай сайлавчыларны сатып алув. Келмеген ватандашларға бюллетень берілуі ве сайлав көні тешвиқ етілуі ясақ. 5 ел ишғал алтында Қырымның медениет мирасы йоқ олма телекөсіндедір. Тарихи объектның реставрациясы сыфатында Русия Федерациясы Бақчысарайдаки хан сарайыны бозмақта. Херсаны ескерлешкен мейданда есе қазма ішлері япылмақта. Құруджылық ішлер себебінден қадими абидалер виран етіле. Оларны сақлап қалмақ фырсатлар бармы йоқмы кебі меселені бізім мұхберіміз огренді. Тәфсилатлыжа невбетті келев хамызда. Оның кібі дүниеда башқасы жоқ. Бақчысарайдаки хан сарайы Қырым татар сарай мемарлығын екіне нұсқасы. Джамилер, сарай, арем, амамлар Османлы девлеті үсібінде комплекс 2,5 асыр девамында құрылды. Яны 1532 сенеден башлап, тахминен 5 асырдан соңра о ЮНЕСКО дүния мирасы башланғы жедвелінде көрсетілді. Бойлеже Украина бұл медениет абидесін құрчалавы үшін месулиетіні ұстыне алды. 2014 сенесі хан сарайы есас
jedvelge kirsetilmek gerek edi. Ama Kırım'ın işgalinden son bu jedvelge kirmek imkanlar eksilmekte. İşgalciler sözde binalarının restavrasiyasına başladı. Hakikatında ise tam aynılığının yok etilivi. На сегодняшний день Бүгінде зиманеви мальземелер, зиманеви технологиялар, зиманеви дамлар бар. Язықты, ама бу мальземелернің қоланывы, яни бетон, демир бетон, ағачтан япылған яны құрылышлар, епісі бу 16 асырдан қалған диварларға жидді юк олды. Херсонес. Milattan evvel 5. asırda akademi Yunanlılar tarafından kurulgan kale. Arkeologik kazımlar bu yerde karar 200 yıl devam etmekte. 1994 senesi Херсонес Ukrayna'nın milli kuruğu oldu. İşgalden bir yıl evvel ise UNESCO Dünya Mirası jedveline kirsetildi. Kırım zapt etilgen son Rusiyeliler kadimi kazımlar üstünde eğlence temaşalar yapa. 2018 senesi Mayıs ayında sanalıştırıvlar için sananı tespit ettiler. Во время этого строительства Бу куручылыкнын вактында мейданын абаданлаштырууы кечирилди. Бу абаданлаштырууну манатчык этип, кадимий шаарнын бир чоң медений катламларына зарар кетирилди ве бу акыяр фаллерини тарафында кайд этилди. Андан чөплүк сыфатында мермер сутунлар ве дигер кыйметли артефактлар чыгарылды. Kırım Muhtar Cumhuriyeti Prokuraturası Rusya Federasyasına karşı Han Sarayı'nın kanunsuz restavrasiyası, Херсонестeki kanunsuz kazma işler ve tarihi değerliklerinin çöplük sıfatında alıp çıkarılığı sebebinden cinayet davalar açtı. мы как минимум En azı biz daima bir temel toplaymiz, ketişatını көзетеміз. Misal olarak Херсонес ve yerdeki kazma işler. Digerliknin alıp çıkarılığı çeşit kanunsuz festivallerinin geçirilüğü. Kırım işgal etilgen son Ukrayna kanun korucu organları yarımadada tehkik işler geçirip olamay. Tehlikesizlik maksadının ekspertler anda barıp muhataraga atılmaga istemey. Şimdiki vakitta Ukrayna işgal etilgen Kırım'da medeniyet abidelerinin halkara közetivi geçirilüğü hakkında aytışa. Нам вдалося Вастасыз ЮНЕСКО көзету миссияның кечирилүүі hakkında anlaştık ve anlaşma imzaladık demek mümkün. Yakın vaqtda ЮНЕСКО ekspertleri bizim mütehassıslarımız ile malumat toplamını almak gerekler. Bu malumatna obyektlerin ЮНЕСКО jedveline teklif etilgen vaqtdaki alı hakkında yazıla. Alazırda UNESCO ile medeniyet asabılığı baş komisarının tayin etilmesi hakkında muzakere etili. Onun salahiyetinde tek bozuvlar kaydetiliği degildi, ama işgal etilgen yarımadada mimari ve medeni abidelerge dayı cinayi hareketler sebebinden tahkikinin tayin etiliği de olacak. Inessa Zanina, Ruslan Belozerov, Maksim Gradobek, Imran Useinov, UATV. Страсбургда олып кечкен кошумча музакерелер вакытында Бүйүк Британия ве Авропа Бирлиги Брексит акканда узлаштыларын Бүйүк Британия баш назиры Тереза Мэй Рейберовден бір күн эвел Лондрада Авропа комиссиясы башы Жан-Клод Юнкер ве Брексит акканда айтышмаларда Авропа Бирлиги делегациясы башы Мишель Бранье иле көрүштү. Нетижеде эки ортак беяннаме кабул этилди. Укый тарафтан мечбури олган биринчи беяннамеге көрө Британия кысмы олган Шимали Ирландия ички Авропа базарынын кысмы оларак кала беле. Буна Британия парламент азалары каршы кошумча олган экинчи беяннамеде эсе Авропа Бирлиги ве Бүйүк Британия иле илередеки мунасебетлер тасвир этиле. Юнкердин сөзлөрүнө көрө бул Лондрага сонки япылган теклифлер. In politics, sometimes you get a second chance. Bazı vakitlari siyaset öyle ola ki ikinci imkan berilе ve bu imkan nasıl kullanılacağı pek mühim. Çünkü üçüncü imkan olamayacak. Eğer Reyberov geçirilmese hiçbir koşumça teklifler, fırsatlar artık olamayacak. Keliniz açık aydın bir şeyini anlayık. Ya da tam bu anlaşma kabul etile ya da Brexit asala olamayacak. Бүйүк Британиянын Авропа Бирлиги таркыбындын чыгуы 2019 сенесі марттын 29-на планлаштырылган. Брексит весикасынын метыны аккында Бүйүк Британия баш назиры Тереза Мэй Брюксель эле 18 ай девам эткен айтышмалардан соң келишти. Авропа Бирлиги аза мемлекетлеринин жолбашчылары анлашманы макул көрдүлөр, ама Жемиеттер палатасы январнын 15-нде бу анлашманы рет этти. Яран мобюслер экинчи кере бережеклер. Анлашма керек kadar reyit toplamağan takdirde. Avrupa Birliği terkibindен anlaşma olmadan çıkmak ya da Brexit'ni başka vakitka kaldırmak gibi karar alınacak.
Венесуэладаки бухранын яратылуында Русия ве Кубанын буюк иссесі бар. Боқта Вашингтонда матбуат конференциясы вақтында Америка Бірлешкен Девлетлері Девлет кетібі Майк Помпео білдірді. Оның сөзлеріне көре, бұл мемлекетлер санкцияларға бақмадан Амелдеки президент Николас Мадураның режиміне пара бере екенлер. Бұл президент есе Америка Бірлешкен Девлетлері Канада, Австралия, Европа бірлігінің бірчоқ мемлекеті ве Латин Америка тарафындан танылмай. Айна заманда Венесуэла ватандашлары да она қаршы. Помпео қайдетті ке тамам Русия Мадура незареті астындаки аскерлеріні селянин темин етеді. Russia has also used its state-sponsored disinformation organs like Russia Today and Sputnik. Русия Девлет парасынен темин етілген сақты малюмат органлары құлана. Бұл Russia Today ве Спутник. Бойле етіп Мадуры режимі сеубінден мемлекетті олған гуманитар филиқаттен дихатны чекмек үчун. Русияның кредитлері ве Венесуэлаға ятырымлары 17 миллиард доллардан зиядедір. Олардың шеркетлері аляда Мадуру режиміне мемлекетінің алтын валюта едеклеріні нақыт параға денештірмеге ярдым етелер. Бөлеже мемлекетіні ғайрыдан қоланмақ үшін адамларға керек олacak Венесуэла халқының активлері масраф ете. Сан-Паулыда сув ташқыны Бразилияның иш пайтақтында бұйық сув артывы себебінден 11 адам әлі қолды шәрді енді екенжі күн шидетлі яғмұр тоқтамайып яға. Бұл ерді енді яғанақларының қарарындан зиедесі тұшты ел әрекеті тоқтап қалды. Соғақлар өзенлерге бензеді, 5 сәкен яғмұр сувлары ішінде боғылды. Да алтысы ер елішмасы себебінден өлді. Ава тахминжелерінің мәліматына көре ярамай ава ве яғмұрда 2 күн девам етежек. Үрметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберамысы да чоқ хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-ле олыңыз өзіңізге мұқайтылыңыз, сағылықнен қалыңыз көрішкенде.